Кедейліктен қорқу. Кедейлік пен байлықтың арасында қандай да бір келісімнің болуы мүмкін емес. Кедейлік пен байлыққа жеткізер екі жол бір-біріне қарама-қарсы бағытта орналасқан. Егер байлыққа белшеңізден батқыңыз келсе, кедейлікке алып баратын қандай болмасын жағдайды қабылдаудан бас тартуыңыз қажет. Мұнда байлық сөзі қаржылық, рухани, интеллектуалдылық және материалдық меншік мағынасын білдіретін кең мағынада қолданылады. Байлыққа барар жол қалаудан бастау алады. Бірінші бөлімде сіз қалауды дұрыс қолданудың толық нұсқаларын алдыңыз. Қорқынышқа қатысты осы бөлімде санаңызды қалауды тәжірибелік тұрғыдан ұтымды қолдануға дайындайтын толық нұсқамен таныс боласыз. Ал енді осы жерде сіздің берілген қағиданы қаншалық меңгергеніңізді нақты айқындау үшін мақсатыңызды анықтайтын сәтте келіп жетті. Сонымен қатар бұл сіздің пайғамбарға айналып, болашақтың алдыңыздан тосар сыйын дұрыс болжайтын ерекше кезең. Егер осы бөлімді оқып шыққаннан кейін сіз кедейлікті мойындайтын болсаңыз, бұл сіздің кедейлікті қабылдауға бел буғандығыңызды білдіреді. Ал ол қашып құтыла алмайтын шешім. Егер сізге байлық қажет болса, өзіңізді қанағаттандыру үшін оның қандай түрде және қанша көлемде болуы қажет екенін анықтағаныңыз жөн. Байлыққа бастар жолды білесіз, өйткені сізге байлыққа жеткізер жол картасы берілген. Егер сіз бұл картаны басшылыққа алар болсаңыз, міндетті түрде байлыққа бастап барады. Егер сіз сол жол арқылы ісіңізді бастауды қаламасаңыз, немесе межелі жеріңізге жетпес бұрын кері қайтып кетер болсаңыз, оған өзіңізден басқа ешкімді кінәлаудың қажеті жоқ. Бұл жауапкершілік өз мойныңызда. Егер сіз қазір өмірдің алдыңыздан тосар сыйын қабылдай алмасаңыз, немесе талап етуден бас тартсаңыз, ешқандай сылтау жауапкершілікті мойныңызға алудан құтқара алмайды. Себебі бұл сыйды қабылдау арқылы сіз сананың күйін бақылауға қол жеткізесіз. Сананың күйін кез келген адам қабылдай алады. Оны ешкім сатып ала алмайды. Алайда ол күйге жету үшін тер төгуге тура келеді. Өз қорқыныштарыңызды анықтаңыз. Кедейліктен қорқу дегеніміз сананың күйінен басқа ештемеде емес. Алайда оның біреудің жетістікке жету мүмкіндігін жойып жіберуге қауқары жетерлік. Бұл қорқыныш себептерді әсер етіп, қиялды жояды және өзіне деген сенімді жоғалтып қана қоймай, ынтаға кері әсер етеді. Ықыласты жояды. Мақсатқа деген сенімсіздікті тудырады. Ісіңді шегеруге жол ашады. Жігеріңді жаншып, өзін-өзі бақылау қабілетін іске асырмай тоқыратып тастайды. Адамның сүйкімін қашырып, дұрыс ойлау мүмкіндігінен айырады. Күшіңді бір жерге тоғыстыруға бөгет болып, табандылығын жояды. Ерік күшін тас-талқан етіп жоққа шығарады. Амбицияны құртады. Есіңді тұмандандырып, сәтсіздікке ұрындырады. Ол махаббат отын су сепкендей сөндіріп, жүректегі ең тамаша сезімдерді жояды. Достыққа сызат салып, қасіретке бастайды. Ұйқысыздық, жоқшылық пен бақытсыздық әкеледі. Және осының барлығы мақсатымыздың болмағанына қарамастан, біздің керек еткен дүниемізге қалауымызша қол жеткізе алатын, мақсатқа жету үшін ештеме бөгет бола алмайтын әлемде тұрып жатсақ та орын алуда. Кедейлік қорқынышы 6 негізгі қорқыныштың ішіндегі ең бір күйретуші сипатқа ие күш. Ол тізімнің басында орналасқан. Себебі бұл қорқынышты бағындыру қиынның қиыны. Айталмыш қорқыныштың пайда болуы туралы шындықты айтуға айтарлықтай батылдық қажет. Ал шындықты қабылдау үшін одан да зор күш керек. Кедейлік қорқынышы адамның өз жолдасының есебінен экономикалық тұрғыдан пайда көру секілді туа пайда болған бейімділігінен туындайды. Адамнан төмен сатыда тұратын барлық жануарлар бір-бірімен түйсік арқылы әрекеттеседі. Бірақ олардың ойлау қабілеті шектеулі, сондықтан олар өзге аңға физикалық түрде шабуыл жасайды. Адам түйсіктің жоғары сезімі арқылы ойлау және себепші болу қабілетінің арқасында жолдасын тірідей жемейді. Алайда ол оны қаржылық тұрғыдан жеу арқылы көбірек ләззат алады. Адам баласының өзін өзгелерден жоғары қоятындығы соншалық қабылданған әрбір заң оны қасындағы адамнан қорғауға арналған. Кедейліктен басқа ештеңе адамға азап пен оған мойынсұнуды алып келмес. Тек кедейліктің машақатын тартқан адам ғана мұның толық мағынасын түсіне алады. Адам баласының кедейліктен қорқуы таңғаларлық жайт емес. Өзінің ұзақ уақыт бойы жинаған тәжірибесі арқылы адам ақша мен дүниеге қатысты мәселе орын алғанда кейбір адамдарға сенім артуға болмайтындығын жақсы түсінеді. Бұл жанға жара салар тұжырым, ал мұның ең сорақысы бұл ақиқат.
Сөйтіп, адам байлыққа қол жеткізуге шынымен-ақ құмар болса, ол оны кез келген жолмен иемденеді. Мүмкін болса заңды түрде, ал мүмкін болмаған жағдайда басқа әдіске жүгінеді. Адам өзін-өзі талдау жасау арқылы мойындағысы келмейтін әлсіз тұстарын аша алады. Емтиханның бұл түрі өмірден қабілетсіздік пен кедейлікке қарағанда көбірек нәрсе талап еткісі келетіндер үшін маңызды. Сіз өзіңізден сұрақ-жауап ала отырып, өзіңіздің әрі сот және соттың алқабиы, қаралаушы және жақтаушы адвокат, жәбірленуші және күдікті екеніңізді, сонымен қатар сот тыңдалымында отырғаныңызды да естен шығармаңыз. Барлық деректерге тура қараңыз. Өзіңізге нақты сұрақтар қойыңыз және оларға нақты жауап талап етіңіз. Тергеу аяқталғаннан кейін өзіңіз жайлы көбірек білетін боласыз. Егер сіз осы өзін-өзі тергеу сотында екі жаққа бірдей қазылық қызметті атқара алмасаңыз, онда өз-өзіңізбен беттесу кезінде қазы болу үшін сізді жақсы білетін адамды шақыруыңызға болады. Шындыққа қол жеткізгеннен кейін тіпті уақытша қиын жағдайда қалсаңыз да оны қабылдаңыз. Жұрттан көбіне неден қатты қорқатынын сұрасаңыз, олар мен ештеңеден қорқпаймын деп жауап береді. Аталмыш жауап түбірімен қате. Себебі адамдар тәуелділік, мүгедектік, қорқыныш сияқты рухани және физикалық қорқыныштың олармен үнемі бірге болатынын білуі керек. Қорқыныш сезімінің санамыздың түкпірінде орныққандығы сондай, адам оның бар екенін сезбей-ақ, оны өмір бойы арқалап өтуі мүмкін. Тек батыл талдау ғана осы жан-жақты жаппай жаулаған жауыздың бар екенін ашып бере алады. Сондай талдауды бастамас бұрын болмысыңызға терең зерттеу жасаңыз. Төменде сіз назар аударатын басты белгілер ұсынылған.